Сонымен қатар бүгін облыс әкімі ауыл шаруашылығы саласын нығайтуға қатысты бір қатар тапсырмалар берді. Оның ішінде қоян, құс, балық шаруашылықтарын дамытуда бар. Ал егін алқабын ұлғайту өз алдына талқыланды. Ең негізгі мақсат азық-түлік белдеуін өзімізде қалыптастыру, деді Бердібек Сапарбаев. Әрі ылғалдың молдығына байланысты биыл егістік көлемін 50 мың гектарға арттыру да көзделіп отыр. Биыл ылғал молдысты егістік көлемін арттыруға да мүмкіндік бар. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев осы артықшылықты пайдаланып, биыл егістік көлемі 50 мың гектарға көбейтілетіндігін атап өтті. Енді дәнді дақылдың ішінде тары мен жүгеріге, майлы дақылдан күнбағыс пен мақсарға басымдық берілуі тиіс. Суармалы жерлерде толық игеріліп, азық-түлік белдеуін қалыптастыру басты міндеттердің бірі. Мемлекет басшысының берген тапсырмасы бар. Біз өзіміз тамақпенен толығыменен қамтамасыз етуіміз керек. Қойылған тапсырма өңірдің азық-түлік қауіпсіздігін толығыменен қамтамасыз ету. Қазіргі таңда бұл тапсырманы орындау үшін біздің енді негізінен мүмкіндігіміз бар. Ең негізгісі біздің мына жерлеріміз, одан кейін мына суымыз, қазіргі таңдағы жалпы осы ауыл шаруашылығының потенциалы. Өзімізде жетпес құстың Ресейден тасылатын етінің бағасы базарда аспандап тұр. Ешкі сүтінің литрде 1000 теңгеге жеткен. Ақтөбеліктер қоян етінің қадірін де жете түсінбей, еті мен терісін сатудың жолдарын білмейді, деді облыс әкімі. Ал үш үлкен су қоймасы, 30 өзені, 1000-нан аса көлі бар Ақтөбе өңірінде балық шаруашылығы да шатқаяқтап қалған. Шабақ өсіріп, суды бөгеп, пайда көруге ниеттілер жоқтың қасы. Біз былтыр 114 тонна балық ұстадық. Сонда қалай болған? Әрине, мүмкін енді кейбір жерлерде судың аз болғанына байланысты шығар, но бірақ ендігер осы жұмыс жүйелі түрде жүргізілетін болса, тек қана мынау Ырғыз, Торғай массивінде ең кем дегенде 1000-1500 тонна балық ұстауға болады. Басқасын есептемегенде. Біз міне. Мынау жаңағы айтқан әсіресе мынау Қарғалы, Ақтөбе су қоймаларында. Ол жерде балық аз. Балықпен ешкім айланыспайды деп айтуға болады. Балықтың шабақтарын жіберіп, балықты қоректендіріп, балықтың бір жаңа тұқымдарын өсіру деген, ол деген бізде жоқ. Облыс басшысы жиынға қатысқан аудан әкімдері, облыстық басқармалардың басшылары мен шаруашылық құрылымдарының жетекшілеріне ауыл шаруашылығының тың салаларына түрен салудан тай салмауды тапсырды. Жетпейтіні ынта мен жігер және сауатты талдау. Жиында табиғи ресурстарды пайдалану басқармасының басшысы да өзінде бар мәліметтерді жариялап, білмейтінісін де облыс әкімінен ескерту алды. Мәселен, ауланатын балықтың мөлшерін белгілеуге де сырттан келетін ғалымдарға тәуелділік бар. Енді лимитті көбейту үшін ғылыми балық шаруашылық ғылыми институты бар. Оралда филиал солардың осы Майянда келеді. Майянда келеді жоспарланып отыр. Жоқ, маған көп сөз керек емес. Міне 2015 жылы қанша лимит болды? 114. Биыл қанша? 122. Қазір енді біздің тоғандарымыз да, көлдеріміз де бәрі суға толды. Қазір біз Қарғалыны әдейі жауып отырмыз. Ақтөбені жауып отырмыз. Былтырғыменен салыстырғанда судың көлемі қаншаға көбейді. Соған қарап біз енді балықтың дайысын көбейтпейміз бе? Маған айтты анау Ибрагим, қанша заявка берді, сіздер оны қаншаға бекіттіңіздер. Олар енді балықшылар біледі ғой. Маған айтып отыр, айтты маған, мен әдейі сұрадым. Биыл Ибрагим мына жерден қанша балық аулауға болады деп. Ол маған айтты. Сен сөйлестің мына Ибрагиммен? Қанша аулауға болады деді. Қанша айтты, айтшы. Білмейсің, сөйлескен жоқсың. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше облыста 207 бас ешкі бағып, сүтін сатып отырған 8 шаруашылық бар. Омарташылардың да саны 8. Ал 3 кәсіпкер қоян бағып, жергілікті сауда нүктелері мен мейрамханалардың сұранысын жауып отыр. Өз қазанында өзі қайнап жатқан бұл салалардың мәселесін көтеріп, мұң-мұқтаждықтарына құлақ түрген облыс әкімі әрбір кәсіп маманын орындарынан тұрғызып, шаруашылықтардың жайын білді. Лизинг арқылы маған көмек болды биыл жақында. Россиядан, Ростовской облыстан құралалы жабдықтарды алдыртып жатыр. Тиімді, беспроигрышный, даже өлген арасына дейін, ол біздің народный медицинада бар, ол баяғыдан келе жатқан ем. Осы бекітіліп тұрған көлдерге ие болғаныма. 10 жылдың ішінде осы былтырмен биылғы ғана жақсы су келе бастады. Бірақ оның алдында бекітілмеген уақытта 2005-2006 жылдары айналыстым. Олақта балықтың лимиті көп болды.
күніне 80 тонна лимит болған уақытта мен Құтекөл Аманкөл селолық округындағы балықшылармен 56 балықшы алып жұмыс жасадым. Бір машина қоямын да күніне таңертеңгісін әбеткеннің балық жинайды. Біреу 30 келі тапсырады, біреу 40 келі алса, елуді күніне 1 тоннадай балық жинаған уақытта жұмыс болды. Енді соңғы су келмеуіне байланысты менің жаңағы 70 тонна аулаған көлімнен ол 5-6 тоннаға лимит түсіп кетті. Облыс әкімі әрбір су қоймасының иесінің жалға алу шартындағы міндеттемелерінің орындалуын қадағалауды тапсырды. Өйткені жоғарыда аталған салалар ақтөбеліктерді сапалы әрі арзан өніммен қамтып қана қоймай, облыс экономикасына тамшылап болса да үлес қосады. Елбасының тапсырмаларының негізінде экономика мен ауыл шаруашылығының тың салаларын табу деген осы. Облыс әкімі мемлекет тарапынан кез келген жөнді ұсыныстың қабылданып, тиісінше қолдау болатындығын айтты. Жер беріледі, субсидия да төленеді. Жиын қорытындысы бойынша облыс басшысы аудан әкімдері мен басқарма басшыларына ауыл шаруашылығын дамыту, кәсіпкерлердің жолындағы кедергілерді жою, нақты талдау жасап, барды ұқсату тұрғысындағы тапсырмалар берді. Серік Әбдібек, Жанаділ Сағиев, Қазақстан, Ақтөбе.